Ассалаумағалейкум жақсыларым, амансыздар ма? Айта-айта Алтайды Жамал апам қартайды демекші, бұл тақырып бойынша талай әңгіме айтылды. Жазатын жерде жазылды, көрсететін жерде көрсетілді. Мысал келтіретін болсақ, Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова анамыз да бұл жайлы жақсылап түсінетін қазаққа айтып берген болатын. Бірақ әлі де білмейтін қазақтар бар екен. Сондықтан біз де бір видео қосып қойсақ, еш артықшылығы болмас деп, осыны түсіріп отырмыз, сіздер қабыл алыңыздар. Жақында Теміртау қаласында бір қыз ұзату тойы болды. Мен сол тойдың асаба болып тізігін ұстадым. Қызды алып кетуге Шымкент қаласынан бір топ құрметті құдалар келді. Қонақжай халық құдаларды төрге шығарған соң, салт дәстүріміз бойынша бас тартылды. Бірақ қойдың басының тісін қағудың түк етіпті. Сонда құдалар біраз ренжіді. Кейін сұрастырсақ, бұл мейрамхана аспазының жіберген қателік екен. Ол аспаз шалақазақ, мен оны жудым ғой, онда тұрған не бар деп ақталды. Ал енді неге тіс қағу керек туралы қысқа нұсқа айта кетейік. Ислам дінінің Ханафи мазхабы бойынша, біздің бабаларымыз ұстанған жол бойынша, тісін қақпай бас беру бұл мәхрух. Яғни арам емес, бірақ адал да емес. Құрметті қонағыңызға асыңызды адалдап беру үшін, ол дін бойынша тісін қағып берген дұрыс. Ал енді этика, эстетика бойынша бұл әдепсіздік, ал енді қазақылық жолымыз бойынша бұл көргенсіздік. Неге? Өйткені тісін қақпай беру арқылы келіп отырған мейманыңызға мен бір күн емес бір күні сенен кек алам. Саған тісімді қайрап жүрмін. Бір күн емес бір күні саған тісімді батырам. Сен соған дайын жүр деген ниетіңізді білдіру болып саналады. Егер құрметті қонағыңызға ондай ниетіңіз болмаса, онда тісін қақпай ешқашан бас тартуға болмайды. Бұл бірінші. Екінші. Қойдың басын қазір көп тойларда даяшылар алып шығып жатады. Жап-жас қыздар алып шығып жатады. Жап-жас балалар алып шығып жатады. Тіпті кейде әйел кісілер алып шығып жатады. Негізі үйдің иесі бар болса, үйдің басшысы сол ер азамат болса, сол үйдің басшысы құрметті қонаққа басты өз алып келген дұрыс. Үйдің басшысы бар кезде әйел кісіге, балаға бас тартқызбаған абзал. Бұл екінші. Үшінші. Қойдың басын қалай болса солай емес, тек құрметті қонағыңызға осылай алдымен алып келген дұрыс. Неге? Өйткені ол қонағыңызға ісіңіз алға бассын деген тілегіңізді білдіру. Сонымен бірге өзі есі дұрыс қой, артымен жайылмайды, алдымен жүреді. Сіз осы ишара арқылы қонағыңызға ісіңіз алға бассын деген тілегіңізді білдіресіз. Бұл үшінші. Төртінші, маңдайын қасқалап алып келу керек. Екі жаққа. Бұл қонағыңызға төрт құлағыңыз тең болсын, қайда барсаңыз да жолыңыз болсын деген тілегіңізді білдіру болып саналады. Және қойдың басын біздің қазақта әкесі бар бала ешқашан мұжымаған, әкесі бар бала бас ұстамаған. Неге? Өйткені әкесі бар жерде әлі билік баласына тиген жоқ. Бұл әулеттің басшысы менмін деп әкесі тірі тұрғанда білдірмеу үшін, әкесі тірі азаматқа қойдың басын ұсынбаған біздің қазақ. Және кейбір өңірлерде бұл жасалынады, кейбір өңірлерде жасалынбайды. Қойдың бір құлағын кесіп алып, сол үйдің кенже баласына асату. Немесе қонаққа тартпас бұрын қойдың бір құлағын кесіп алып, үйдің баласына жегізу. Енді бұл туралы қазақ даласында мынандай бір аңыз әңгіме бар. Келген қонағы дастарханына қойған табағына да, қонақжай қабағына да риза болып кететін Сырлыбек деген қазақ даласында жомартпай өткен екен. Бір күні сол Сырлыбектің үйіне ойламаған жерден құдайы қонақ келіп қалады. Қонақжай қалпымен аттан өзі қонақты түсіріп алып, төріне шығарып, мал сойып, қазан көтертіп, қонақжайлығымен әдеті бойынша құдайы қонағын күтеді. Ал енді келіп отырған қонағы ол жай кісі емес, аңқұстың тілін түсінетін әулие кісі екен. Әңгіме дүкен қызып, әңгімесі айтылып жатып, тамақ піскен соң ас тартылып, құрметті қонағына жамбас ұсынады. Осы етті енді алып жейін деп отырғанда, алыстан қасқыр ұлиды ауылдың сыртынан келіп. Оған босағада жатқан ит үреді. Ал енді бұл жерде ит пен қасқырдың әңгімесін құрметті қонақтан басқа ешкім түсініп отырған жоқ. Ал енді қасқыр мен иттің әңгімесі былай жалғасқан екен. Қасқыр олып итке былай деп жатыр екен. Ау ит,
нәсілімізде бір туыспыз ғой. Алла менің несібемнің 7-еуін желден, 1-еуін елден берген. Бүгін жел жоқ, еліңе келіп тұрмын. Қораңа түсіп бір қой тартайын. Егер туыс болғаның рас болса, маған рұқсат бер дейді. Ит үріп оған жауап қайтарып жатыр. Сенің несібеңді Алла 7-еуін желден, 1-еуін елден берген болса, менің несібемді қожайынымнан берген. Егер қораға сені түсіргізіп, рұқсат беріп қойын тартқызып жатсам, менің күнім не болады? Ренжіме туыс, мен саған рұқсат бере алмаймын деп. Ит үреді. Бұл әңгіме Құдай қонаққа, әулие кісіге түсінікті болып отыр. Одан кейін қасқыр тағы да ұлиды. Ол жерде итке айтып жатқан әңгімесі: онда үйіңе келген қонағыңның атын жарайын. Сен соған рұқсат бер дейді. Ит қайттан үреді. Қасқырға беріп жатқан жауабы: онда қазір қонақтың өзінен байқап көрейік. Мен қазір босағадан басымды кіргізіп бір қарайын. Егер жомарт болып бір сүйек лақтырса, онда менің оның жылқысын қорғау міндетім болады. Егер сараңдық білдіріп, маған ештеңе асатпай жатса, ештеңе бермей жатса, тіпті өзінен қалған сүйекті де тастамай жатса, онда ниетінен көрсін, жылқысын тарта бер дейді. Бұның барлығын түсініп отырған Құдай қонақ мүжіп отырған жамбасын, тұмсығын үйге сұққан итке қарап лақтырады. Енді үйдің иелері енді қаламай қалады, құрметті қонақ деп беріп отырған жамбасымызды итке лақтырғаны қалай болды деп іштен ренжиді. Сонымен асты жеп болып, құрметті қонағы жатады. Таңертең ерте у-шудан оянады. Сыртқа шығып қараса, ел у-шу. Сырлыбек үйдің иесі ренжіп жүр екен. Құтты қонақ келсе қойың егіз табады, құтсыз қонақ келсе қораңдағы қойыңа қасқыр шабады деуші еді бабаларымыз. Ниеті дұрыс емес қонақ екен деп келген қонағына ренжіп жүр екен. Қонақ қораға барып қараса, қорадан қой шығып кеткен, бірақ қойдың ізі шығысқа қарай кеткен. Ал басқа із батысқа қарай кеткен. Содан қонақ айтады: әй үйдің иесі, құрметті қожайын, сабыр қыл. Сенің қойыңа қасқыр шапқан жоқ, бірақ ауылыңа қасқыр келген рас. Сенің итің қасқырды қуып кетті. Мынау соның ізі. Егер сөзіме сенбесең, онда барып көрейік. Бірақ сен итіңнің ізімен барма. Ол итім қазір ием келді ғой деп саған қарағанда, қасқыр итіңді алып тастайды. Сен қасқырдың артынан бар. Бұлар түнімен бір-бірін ала алмай ырылдасып тұрған болар деп көндіреді. Сөйтіп қонақ айтқандай қасқырдың артынан барады. Артынан келген адамның иісін сезіп, қасқыр бұрылғанда шап беріп иті қасқырды алып тастайды. Бұл бір айтқан рас болып, енді қойға барады. Қойға барса барлығы аман, барлығы түгел, арасында бір қой егіз қозы тауып тұр екен. Содан кешірім сұрайды: сіз шынымен де құтты қонақ екенсіз, тегін қонақ емес екенсіз. Менің тілім тиіп кетті. Мені кешіріңіз. Айыбым болсын, тағы бір күн мейман болыңыз деп. Сөйтіп қонақ келсеп, тағы бір күн мейман болады. Сөйтіп ертесіне рұқсат сұрап, атқа қонып кетейін деп жатқанда, үйдің иесі: бұйымтайыңыз болса айтыңыз, қонақ. Қалауыңыз болса сұраңыз дейді. Менің қалауым, егер берсең, мына итіңді алып кетсем дейді. Енді кеше ғана қасқырды алып жатқан ит бергісі келмейді. Мал сұрасаңыз сұраңыз, бірақ итімізді сұрамаңызшы дейді. Жоқ, менің таңдауым осы отыр, қалауым осы отыр, беріңіз деген соң амал жоқ. Қарға бауын ұстатып, итін беріп жатады. Сөйтіп жатқанда иті киіз үйдің жанында өсіп тұрған бір топ шиге дәрет сындырады. Содан қонақ айтыпты: қожайын, айыпқа бұйырмаңыз, біреудің иті маған үйренем дегенше біраз уақыт кетер. Оның үстіне бұны жетектеп алып жүру да біраз әбігер ғой. Шығарда кемпірім айтып еді: жол жөнекей ши кездессе орып алып кеш. Тоқыма тоқиым ғой, соған керек болар деп. Рұқсат болса мына үйің алдындағы шидің біразын орып алайын деп рұқсат сұрайды. Енді иті қалып азғантай ши болған соң үйдің иесі қуанып: алыңыз, алыңыз дейді. Сөйтіп өсіп тұрған шиді орып жатқанда бір қозы келіп сол шиге жайылады. Содан жаңағы қонақ тағы да ойын өзгертіп: айдың аманда 40 құбылды ғой деп айып етпеңіз, мен тағы да ойымды өзгертейін. Ши ғой жолдан тағы да табылар, бұны арқалап алыс жол жүрмек қояйын. Рұқсат болса мен тағы да азғантай аялдайын. Мына қозыңызға көңілім кетіп тұр, осыны сойып берсеңіз. Бір өтінішім, басына ешкім қол тигізбесе өзім ғана мүжсем. Бұл менің көңілім еді деп, осыған ойым кетіп отыр деп сұраған соң үйдің егесі енді амал жоқ, құрметті қонағына тағы да қонақ жайлау көрсетіп, қозыны сойып, қазан көтереді.
әп-сәтте қозының еті пісіп алдына бас тартылса, қараса бір құлағы жоқ. Сосын енді ренжіпті. Мен сізге өтініп едім ғой, басына ешкім қол тигізбесін деп едім ғой, мынаның бір құлағы жоқ қой деп. Сонда үйдің егесі айтқан екен, сіз айып етпеңіз, айыбыма ат мінгізіп шапан жабайын, бірақ баланың аты бала ғой. Жаңа сүзіп алып суғысын деп қойғанда үйдегі ана кішкентай жүгірмек бір құлағын кесіп жеп қойыпты деп. Сонда жаңа қонақ күліпті. Ай, сенің тепкілесең кетпейтін Құдай берген құтың бар екен. Мен үйіңе келгенде байқадым, сенің құтыңды Алла итіңе берген екен. Сол итіңді алып кететін сыңай танытып едім. Итің қулық қылып, құтын өзінің дәретімен бірге үйің қасында өсіп тұрған шиге тастады. Сол шимен бірге құтыңды орып алып кетейін деп едім, оны қозы жеп, құтың қозының басына шығып, одан кейін бір құлағына жайғасқанына көзім көріп, соны мүжіп құтты алып кетсем деп едім, оны енді өзіңнің балаң жеп қойған екен. Сенің шаңырағыңа бата бергеннен басқа енді амалым жоқ. Осы қонақ жайлығынан тайма деп батасын берген екен. Бәлкім осыдан кейін шығар. Үйге келген қонаққа бас тартпас бұрын бір құлағын кесіп алып, үйдің кенже баласына немесе үйдің егесі өзіне алып қалады екен. Бұны да бір біліп жүрген жөн ғой деп айтып отырмыз. Ұнаған болса, тағы да білсін деген туыстарыңыз болса, жақындарыңыз болса, бөлісе отырыңыздар, тарата отырыңыздар. Ол сіз үшін түкке тұрмайтын іс, біз үшін ол шабыт беретін шаруа. Ассаламу алейкум. Назар аударғандарыңызға рахмет.